Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен Казпатент сайтында авторлық жұмысқа өтініш тастауды үйренетін боламыз. Ол үшін кез келген браузерге кірсеңіздер болады. Мен мысалы Google Chrome'дан атамын. Google Chrome'ға кіріп, поисковый жерге ағылшынша казpatent.kz деп терсеңіздер, сол бетке өтесіздер. Сондай терезе ашылады. Мына жерде бірнеше түрі бар. Бізге керегі авторлық құқық дегенді басып, онлайн өтінім береміз. Бұл жерде өз цифрларыңызбен, электронды цифрлық қолтаңбаларыңызбен кіру керексіздер. Менде қазір қайда сақталып тұр, сол жерден ашып кіреміз. Бірінші аус деген кілтпен кіреміз және парольді жазамыз. Сонымен тікелей сол жеке кабинетке кіретін боламыз. Міне жеке кабинетке кірдік. Енді біз бүгін приступить к процессу дегенді бассақ та болады, немесе мына жоғарыда оң жақта плюсты басып подать заявку деп бассақ та болады. Негізі бұл бізде МРП-мен қанша екенін білмеймін. Дәл қазіргі кезде 6900 теңге болып тұр, яғни 2 МРП болып тұр ма? Қазір 1 МРП немесе 2 МРП болып тұр ғой. Енді МРП-ның есептеуін әр жылда өзгеріп отырады, соған байланысты өзгереді. Дәл қазір біз 6900 тиыны бар бірдеңе, соны плюс үстіне мына комиссия 200 теңге салады. Сонда 7150 теңге болады. Оны қазір процесс барысында көресіздер. Плюс бассақ та болады. Подать заявку. Мына жерде сіздерге подсказка береді. Одан кейін заявка на объект авторского басамыз. Мына жерде автор дегенді басып продолжить дейміз. Осындай терезе ашылады. Бізде 5 этаптан өтеді бұл авторлық құқыққа алу үшін, патент алу үшін. Бірінші подготовка, яғни мына біздің қазір жазып жатқан өтінішіміз. Одан кейін регистрацияға жібереді. Бұл заявка нөміріміз осы болса, кейін регистрациядан нөмірі басқа болады. Үшінші этап назначение эксперта, яғни эксперт тағайындалып, экспертиза жүргізеді. Оған 5 күн ішінде кетеді. Соңында охранный документ дегеніміз мына одыға келіп, біздің соңғы құжатымыз түсетін болады. Енді бастайық. Мына жерде астында тағы да бізде 4 этап тұр. Міне данные, участники, прилагаемый документ, платежи. Біз қазір данныйымызды толтырамыз. Яғни біз қазір қандай объектіге немесе біз не нәрсеге авторлық құқық алайын деп жатырық, соны атын жазамыз. Менде 3 кітап болып тұр, сондықтан үшеуінің атын жазып өтейін. Мен ағылшынша ABC book. Қалай тұр, солай жазуымыз керек, өйткені соған қарайды. Мен бір көріп жібере салайын. My ABC book, my reading book, handbook for teachers. Үшеуін через запятой жазамыз. Так, my reading беді. Reading book, yes. My reading book. Міне осы кітаптарыма қазір алайын деп жатырмын. My reading book және handbook for teachers. Бұл тақырыптары вид. Мына жерде бірнеше түрі бар. Мен бұл жерде произведение науки, произведение литературы дегендер бар. Менде бұл жерде
составное, по-моему, болып тұр. Составное произведение болып табылады, өйткені құралған жұмыс бұл. Негізі бізде мұғалімдерге көбінде произведение литературы келеді. Мен составноймен белгілеп жіберейін. Так, защищены ли авторским правом произведения, которые используются в вашем составном или нет? Составной емес, мен бұны мен тастап қойын. Произведение литературы. Және мына жерге дата создания. Мен оны 2021-де. Точно датасын ұмытып тұрмын, есіме түсіріп алайын. Апрельдің 9-ы екен. Так, 09-04-2021 деп. Ой. Жазсақ та болады, немесе календарда ажыда басып, іздеп табуға болады. Наличие религиозной экспертизы птичка ұрамыз. Данныйымызды бір тексереміз. Мына жерде мен телефоным қате кеткен, соны түзіп жіберейін. Әр нені басқан кезде сохранить деп отырсақ болады мына жоғарыда. Так, бірінші данный бөлімін біттік. Енді участникіға барамыз. Участникіда мен автоматты түрде шығып тұрмын. Менде тағы бір участник бар. Сол автор бар, соны тіркеуім керек. Физлицо, мына жерде имя, фамилия, бейін жазуымыз керек. Физлицо, бейін жазайын қазір. Мұқият, қатесіз тексеріп жазамыз. Өйткені айтып келуі мүмкін, осы бір ошибкаға болады. Қазақша жазылады бірінші, одан кейін ағылшынша. Ағылшыншасын жазып жіберейін. Келесі мына жерде адресті толтырамыз. Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Шымкент қаласы, тұрып жатқан адресін жазамыз. Индексті жазамыз. Телефонын жазамыз. Және де емейлін жазамыз. Добавить дегенді басамыз. Барлығын бірінші бір тексеріп аламыз дұрыстығын. Сосын добавитті басамыз. Сонда біздің сол авторымыз тіркеледі мына жерде. Келесі прилагаемый документіға өтеміз, яғни біздің жұмысымызды қосатын боламыз. Экземпляр произведения дегенге птичка ұрамыз.
экземплярына количество листов жазамыз. Менде қанша еді, қазір көріп ал. Жалпы 208 бет болады. Менде 3 болғандықтан есептеп көрдім. Енді описанияға менде ажыда дұрыс көшірілмей қалыпты қазір. Описанияға мен копировать етіп қойғам. Мына бұл кітап туралы мағлұмат береміз. Және мына скрепкаға өзіміздің жұмысымызды қыстыратын боламыз. Менде мына жерге жинап қойғамын. Word түрінде немесе PDF түрінде қойға болады. Мен PDF түрінде қоямын. Одан кейін заключение. Бұл жерге де тура осыны көшіреміз. 208. Және описанияға ставить етемін. Және де прикрепить етеміз. Так, уверенностьқа да 8. Бұл жерде біреуін қана неғылайын. Одан кейін другой документті де белгілеп жібереміз. 208 описанияға ставить дейміз. Прикрепить етіп біттік. Прилагаемый документі толды. Енді платежи бөлімі. Бізде енді мына жоғарыда жасылда оплатить подачу заявкин басамыз. Дайын чек шығып тұр. Егер сума 5 күн ішінде қаралады, яғни бұл авторскийға. Егер авторлық не дұрыс болса, сол кезде ақша алынады. Оған егер авторлық не отказ болса, қайтарылады дейді. Яғни егер 5 күн ішінде заявкамыз дайын болмай қалса, ақша қайтарылады дейді. Осының бәрін жақсылап танысып аласыздар. Міне 6932 теңге екен. Плюс 200 теңге комиссиясы бар, я. Не үшін екені жазылған чекте. Біз енді оплатить дегенді басамыз. Сөйтіп, мына жерде ePay деген неге алып жібереді. Халық банкпен, виза, кез келген немен төлеуге болады. Мен мына жерде өзім бұрын сақтап қойғаным бар екен. Картаның номері барлығы мына жерде көрініп тұр. Сіздер толтырасыздар, аты жөні, карта, срок действия и артындағы 3 таңбадан тұратын CVV кодты көресіздер. Мен қазір өзімдікінен көріп алайын. Және соны жазамыз. Мына жерде почта мен телефон жазылады. Мен телефон жазылып тұр. Және оплатить дегенді басамыз. Сосын мына жерде одноразовый пароль келеді соткаға. Келді. Парольді жазғаннан кейін отправить дейміз. Платеж принят дейді мына статусы. Енді печать деп шығарып алсаңыздар болады. Вернуться на сайт дегенді басамыз. Сосын біздің мына бірінші 4 қадамымыз толтырылды. Платежиға өтсек, мына ақшамыз төленді. Енді сформировать заявку деп мына жерде заявлениені уже қол қоятын жерге келдік. Енді мына жерде сформировать етілді. Енді тағы да бізде сол автор бар ғой. Значит, ол да қол қою керек дейді. Ол да шешім қабылдау үшін оған уведомление жібересіз ба дейді. Я деп отправить етеміз.
ол кісіге кетті. Енді біз өзіміз подпись қоямыз. Ол үшін жаңағы кірген ЭЦП емес, бізге енді екінші ЭЦП-сы RSA ключпен подписать ететін боламыз. Пароль жазамыз. Подписано. Екінші заявлениені жазайық, қол қояйық. Қол қойылды. Заявление толтырылды. Міне біздің заявкамыз тұр. Енді екінші автор қол қойғаннан кейін мына регистрацияға номер береді. Екінші этапқа өтеміз. Біз қазір бірінші этапта тұрмыз. Егерде редактировать деген бассаңыздар, кез келген жерін өзгертуге болады. Мінекей, бүгін осымен авторлық құқыққа өтініш берумен таныстық. Сіздерден подписка және комментарий, лайк күтемін. Комментарийға келесіде қандай видеоларды шығаруға болатынын жазып кетсеңіздер болады. Лайктарыңызды аямаңыздар. Сау болыңыздар.